Қазақстан билігі Трамптың ескертуінен кейін қатты ойлана бастады. Себебі Иран мен Қазақстанның арасында сауда байланысы, бизнестің байланысы жеткілікті. Өйткені құрлықта орналасқан мемлекет болғаннан кейін біздің мына Иранмен байланысымыз өте жоғары. Бірақ Трамптың қатал талабы бар. Ол қандай талап қойды? Трамп айтты, Иранмен бизнес байланыс жасап отырған мемлекеттерге қандай да бір іскерлік операцияларға 25% тариф енгізіледі деді. Ал бұл Американың қаһарына қалу деген сөз. Ал бұған біздің министрлік нақты ұстаныммен жауап берген жоқ. Қазіргі кезде үкімет, Қазақстан үкіметі болып жатқан Ирандағы жағдайларды бақылап, осыған сәйкес әрекет етуге тырысып жатыр. Қайсысы пайдалы болады Қазақстан үшін, қайсысы пайдасыз болады деген сияқты. Ал Трамп болса айтқаннан қайтар емес, тіпті ирандықтарға қатысты, Иран халқына қатысты үндеу жариялады. Алдымен Трамптың ирандықтарға қандай үндеу жариялағанын оқып берейін, содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. ақш президенті Трамп мынадай үндеу жариялады. Трамп былай дейді: Ирандық патриоттар, наразылықты жалғастырыңдар, мемлекеттік мекемелерді басып алыңдар, қылмыскерлер мен зорлықшылардың аттарын есте сақтаңдар, олар үлкен жауап береді. Мен ресми ирандық билік өкілдерімен барлық кездесулерді тоқтаттым, өйткені наразыларды мағынасыз қыру тоқтағанша ешқандай келіссөз болмайды. Көмек жолда келе жатыр деп жазған болатын. Міне көріп отырсыздар Америка президентінің жасаған үндеуін, яғни Иран халқына қолдау білдіре отырып, қазіргі кездегі Ирандағы режим рухани көсемдер басқарады. Бұл жақта көбінесе осы режимді сынайтындар көп. Халықтың өзі наразы, жұмыссыз халық, халықтың кедейленуі, бағаның шарықтауы деген сияқты жұмыссыздық, бұның барлығы Иран халқын әбден ашындырып жіберді. Бұл Ирандағы режим 1979 жыл орнаған, содан бері Иранда рухани көсемдер басқарады деген сияқты. Міне осындай жағдай болып жатыр Иранда. Ал енді Қазақстанға таңдау керек сияқты. Ол я жоқ дейді, немесе я дейді деген сияқты ғой. Бірақ осының екеуінің ортасында балансты да табуға болады. Өйткені біздің Иранмен байланысымыз өте жақсы. Осы кезге дейін, тіпті біздің тарихқа қарайтын болсаңыздар да, біздің заманымызға дейінгі дәуірдің өзінде қазақ жері мен ирандықтардың арасында байланыс болған. Одан кейін білесіздер, Тұран Иран деп, біз Тұран, олар Иран болып байланыс жасадық. Ер Рүстем, Бахрам, біздің түркі қолбасшылары, Афрасияб деген сияқты, Албер Тоңа деген сияқты тарихта қаншама ирандықтармен бірге біздің сондай тарихымыз өткен. Қазіргі кезде де Ирандағы бұл тек бар болғаны режим, яғни билік өкілдеріне қатысты ұстанып отырған талап. Бұл Иранның халқына емес, Ирандағы режимге қатысты. Өйткені Трамп шындап келген кезде билікке келе салысымен диктаторлармен күресті бастап кетті. Білесіздер, біздің мына Еуразия кеңістігінде үлкен өзгерістерге осы Трамптың араласуымен қол жеткізілді десек болады. Мысалы, Путиннің өзі басын біріктіре алмаған Армения мен Әзербайжанды татуластыруға қол жеткізген осы Трамп. Білесіздер, мұхит асып Әзербайжан мен Армения елдерінің көшбасшылары Трамптың алдында татуласып белгілі бір мәмілеге келді. Венесуэладағы халықты қанап отырған, былайша айтқанда мұнайға бай Венесуэла, халқы мұнайының пайдасын көрмей отырған Венесуэладағы диктатор Мадуроны алып кетті де, Мадуро мен әйелін алып кетіп, Америкаға барып соттап жатыр. Осылайша диктаторлар бірінен кейін бір, енді бұл кезек Иранға келген сияқты. Иран халқы ашу-ызаға булығып, әлі де көтерілісті жалғастырып жатыр. Қаншама миллиондаған, жүз мыңдаған, миллиондаған халық билікке қарсы наразылықты бастады, және ол әзір тоқтайтын түрі көрінбейді. Сондықтан қазіргі кездегі Иранның жағдайына қарай отырып, қазақ үкіметіне де белгілі бір шешім қабылдау керек. Не Американың қаһарына қалуы мүмкін, не болмаса Ираннан түсетін пайдадан қағылуы мүмкін. Қайсысын таңдайды? Ол жаңағы билікте отырған үкіметтегі адамдардың іскерлігіне байланысты. Не ұтады, не ұтылады деген сияқты. Біздің үкімет қандай шешім қабылдайтыны әзірге түсініксіз.